Ескерту жанжалға ұласты. Ақтауда мүгедек балаларға арналған интернат директоры қызметкерлерін тәртіпке саламын деп өзі қызметінен уақытша шеттетілді. Себебі түн ортасында бала күтушілердің ыдыс аяқтарын сындырып, шектен шыққан басшының әрекеті әлеуметтік желіге тарап кеткен. Камераға түсірген қызметкерлердің айтуынша, жаңадан келген директор қол астындағыларға күн көрсетпейді екен. Түн ортасында қызметкерлерін жерден алып жерге салып, ыдыс аяқтарын сындырып жүрген психоневрологиялық ауытқуы бар мүгедек балаларға арналған интернаттың директоры. Балалар су ішетін бөлмеде басшы қолына тигенін лақтырып, қарамағында қызметкерлерді тәртіпке салуда. Ал осы жайттарды камераға түсіріп алған бала күтуші Эльмира Аманова директордың қысастығынан әбден мезі болдық деп налиды. Бұл біздерді қыспақ қалды. Отырмаң, тұрмаң, шай ішпең, стульчик все забрали, вообще ештеме жоқ. Шай ішпейсіңдер, түргеліп тұрасың, 15 минут обед деп. Ночтың уақытында звондады старший қалтырсын. Аманова, отыр камераның алдында дейді, сағат 11-дің уақытында. Мен сосын оған соқтым. Мен отырмаймын камераның алдында. Мен отыру үшін келген жоқпын. Мен жұмыс жасау үшін келдім дедім. 7 маусым күні болған оқиға әлеуметтік желіде лезде тарағаннан кейін долданған директор қызметінен уақытша шеттетілді. Басшы мен қызметкерлер арасындағы кикілжің тамақты тек арнайы бөлмеде ішу керек дегеннен басталған. Алайда басшының ескертуін еш жан елемей, оның арты жанжалға ұласыпты. Қызметшілер ана бөлменің өздерінің тамақ ішетін бөлмесіне айналдырып алған. Яғни сол жерде ыдыс аяқты жинақтаған. Мен бұған дейін бірнеше рет ескерттім. Бұлар тыңдамайды, ешқандай шара қолданбайды, нәтиже шықпайды. Сондықтан мен олардың ыдыс аяғын шағуға мәжбүр болдым деп, ол солай өзінің әрекетін солай түсіндіріп отыр. Интернат ұжымының басым көпшілігі директордың жұмысына оң баға берді. Айтуларынша талапшыл басшы келгелі мекемеде тәртіп пен тазалыққа аса мән берілетін болған. Осы келгелі блогымыз тазарды. Иісі де кетті, балдардың үсті тазарды, балдарға бәр затты беріп жатыр. Тамағы жақсы, мен кемшілік көріп тұрған жоқпын ол директорден. Енді арнайы құрылған комиссия айғай-шудың шығу себебін анықтамақ. Жарты жыл бұрын директорлыққа тағайындалған әйел өз орнын сақтап қалу-қалмауы комиссия қорытындысынан кейін белгілі болады. Сымбат Ғалымбекұлы, Станислава Куцай, Бейбіт Арғынбаев, КТК, Ақтау.